Ассалаумағалейкум баршаңызға, қалайсыздар? Шымкент қаласы қорша. Менің атым Тулеген деп. Мынау не екенін білесіздер ма? Дрон дейді бұны. Дрон. Короче, сіздерге кішігірім обзор түсіріп жіберейін. Мына бачок 40 литрлік, міне 38, міне 40 литрлік, 40 литр бағана селитран, су, дәрі, еще краска де шашай бересің ғой, короче. И күріш салып, күріш поляға екіп кете бересің ғой. До того сиқыр ма? Мына жер күріш шашатын, су шашатын, дәрі шашатын, общем 3 в одном емес, короче, 10 в одном ғой, короче. Мына 40 кило, 40 литр салмақты осы дрон ұшып көтереді. Мына жерде камералары бар, сосын фары бар, сосын қанаттарында тоже мынандай фарлары бар. Одан кейін мынау ұшып жүрген кезде тал-пал, анау столбы, локатор дейді ғой, короче. Соған келген кезде автоматически мынау соғылмай, қасынан бүйтіп ақылды ол өтіп кетеді ғой, короче. Сосын пульта русификациясы бар, короче, қазақша, орысша, қытайша, ұра бересің ғой. Таза Қытай оригинал дилерский осындай чемодандармен, мынандай генераторлармен, доқпен жүреді. Мына жерде мынаған бензин құйып, полядан аккумуляторын зарядкілеп дайындап тұрасың. Анау ұшат, барат келеді. Мұнамен аккумуляторын ауыстырасың, суын құясың, и дальше сеуіп кете береді ғой, короче. Мынау енді сымға ілініп қалған енді. Сондай. Жылына бір мәрте, 2 жылда бір мәрте болып тұрады енді ол. Бірақ жарас жен, запчастары бар, тез жөнделіп отыр, құдай қаласа. Бүгін шығып кетеді. Мынау енді гигант дейді. Гигант, ойбай, бұның литрін. Короче, бұл 100 литр ғой. Міне. Көрініп тұрма сіздерге? 100 литр. 100 литр күріш поляға, дәрі, су, мол, дивой сеуіп кете береді ғой. 360 камерасымен алдындағы. Еще бұларды пилоттың, вертолет, самолет ұшып жатқан кезде локаторы бар ғой. Сол самолет, вертолеттарды көрсетіп тұрады. То, что осындай дрон, осындай поляда ұшып жүр деп. Ол локатор мынау. Қызықтырса лайк басамыз, тіркелеміз, жазамыз, сұрақ қоямыз. Бұны, короче, сатып алсаңыздар да болады. Жоқ, поляларыңыз бар болса, біздер шақырып, сол полясына келісіп, дәрі суларыңызды шашып беріп кетсек те болады. Уақыт жоғалтпайсыздар. Қазір енді тракторлар пока шашып отыр ғой, бірақ уақыттар жаман созылып шашады ғой. Тракторлар тек жер жазатын болып қалады, мыналар тек су дәрі егіндік шашатын болады. Алдағы осы жылдан басталып жатыр енді 2026-тан. Құдай қалса прямой эфирде чоп-чоп қалай бұлай, сосын ұшып жатқан, қалай ұшырып жатқан бәрін салатын болам.